Жігітті ғашық ету формуласы. Менің есімім Санжар Айдар, каналыма қош келдіңдер. Бұл жерде мен сендерге жақсы жігітті қайдан тауып, онымен ұзақ әрі бақытты арақатынасты қалай құруға болатындығын айтатын боламын. Бүгінгі видеода мен жігітті өзіңе ғашық ету формуласымен бөлісемін. Оны пайдалану арқылы сен оған жай ғана ұнап қана қоймай, жігіт сені көргенде бірден басы айналып қалатын болады. Себебі бұдан кейін ол басқа қыздар туралы ойлайды алмай, тек сені өте керемет қызды есіне алады. Сонымен дайынсың ба? Онда кеттік. Алдымен құрбыларым, мен сендерге осы формуланы беріп, кейін оның әр пунктінің нені білдіретінін айтатын боламын. Сонымен мұқият болайық. Жігітті ғашық ету формуласы бұл визуалды химия, челлендж, маңыздылық және байланыс. Аса жеңіл, бірақ түсініксіз. Қазір барлығын түсіндіріп беремін. Формуладағы ең алғашқы пункт бұл визуалды химия. Мен саған мектептегі немесе универдегі ең әдемі қыз болуың керек демеймін. Бірақ жігітті өзіңе қарата алу үшін сен өзіңе көңіл бөлуің керек болады. Яғни сенің сыртқы келбетің өте маңызды. Мен саған жігіт тек ішкі әлемге қарап, сыртқы сұлулыққа мән бермейді деп өтірік айтпаймын. Сонымен қатар, егер сенің бейнең журнал бетіндегі модельдікіндей болмаса, онда саған ешкім қарамайды дегенде болмайды. Өзіңе деген күтім, әдемі шаш үлгісі, жақсы фигура, мейкап және киім болды. Барлығы дайын. Бірақ бір сұлулықтың өзі жігітті ғашық ету үшін жеткіліксіз болып жатады. Әлемде талай сұлу қыздар арақатынаста бақытсыз әрі жалғыз көрінеді. Неге екен? Себебі олардың көбісі әдеміліктен басқа еш нәрсе бере алмайды. Оларда біздің формуланың қажетті бөліктері жоқ болып келеді. Ал қандай екен? Дәл қазір айтып беремін. Нөмірі 2. Челлендж. Сендерге сұрақ. Ұзақ уақыт бойы тер төгіп алынған нәрсенің құндылығы жоғары бола ма? Әлде тегін келген нәрсенің бе? Менің ойымша, алғашқысының. Мысал ретінде табиғаттан арық келген адамға қарағанда, жаттығу залына жылдап барған адам өз фигурасына мұқият қарайды. Екінші топтағы адам салмақ тастаудың қаншалықты жеңіл емес екенін біліп, оның құндылығын сезінген. Тура осылар махаббат пен арақатынас тақырыбына да қатысты. Жігіттер жалпы табиғатынан аңшы болып келеді. Ал егер сен осы кезде оны қатты жақсы көретініңді, онсыз өмір жоқ екендігін айтатын болсаң, онда сен жігітке жайдан жай келе қаласың. Ол болса суып кетіп, саған деген қызығушылығын жоғалтып болуы мүмкін. Себебі жігіт сені өзіне қаратты. Ал енді оған ары қарай қозғалу керек. Сол үшін егер сен жігітті ұнатып қалып, құпия болса да ол туралы ойлай беретін болсаң, оны бірден көрсетудің қажеті жоқ. Өз эмоцияларыңа ие бол. Бірақ балансты да ұмытпа. Жігітке бәрі бірдей сияқты кейіп танытпа. Әйтпесе ол өзін бізге қызық емес деп ойлап қалады. Осы орайда шектен шығып, оның мойнына асылудың да қажеті жоқ. Тездетіп қажет емес. Жігітпен ақырындап жақындас. Ол сені жаулап алуға тырыссын. Сол кезде сен барлығы серьезный екенін байқап, жігіт үшін шынымен құнды екеніңді көресің. Үшінші, маңыздылық. Челлендж деген әрине жақсы, бірақ жігіт сені жаулап алғаннан кейін не болмақ? Сен ол үшін челленджден де артық болуың керек. Жігіт үшін құнды бола біл. Олай болмаса, ол сен үшін өзінің көтінде диваннан көтермес. Қараңдар, барлық адамдар табиғатынан эгоисттер болып келеді. Жігіт те сені кездесуге шақырғанда эгоистік ойда болады. Саған өзі ұнап алып, сені өзіне қарату дегенде, кейін сендер ұзақ сүйісіп, ол содан рахат алу үшін қиналатын Қамал сияқты әдемі қыздан да жоғарырақ бол. Жігітке құнды бола біл. Ол сенімен болса, онда мүлдем ешкімде кездеспейтін тәжірибе, эмоциялар және әсерлер алатынын көрсет. Тура осылай сен өзіңді оның көзінде бірегей, ерекше екеніңді көрсетесің. Солай ол басқалармен емес, тек сенімен бірге болғысы келетін болады. Және соңғысы байланыс. Мен бұдан алдыңғы видеоларымда жігітпен кездесудегі байланыстың маңыздылығы жайлы
айтқан болатынмын. Осы орайда сен жігітпен жұп болып, екеуің бірге көп уақыт өткізетін болсаңдар, онда саған екінші жартыңмен деген байланысты орнату өте маңызды. Сол кезде сендер не істесеңдер де барлығы керемет болады. Сол бір байланыс, ортақ құндылықтар, ортақ қызығушылықтар мен хоббилер, өмірге деген ортақ көзқарас арқылы туындап жатады. Елестетіп көрейік. Мысалы, саған бір музыкалық топ қатты ұнайды. Келесі күні болса, сен сол бір топтың фанатымын деген адамды кездестірдің. Тура осы жерде сен, о, біздің адам. Тура осы орайда өзімен өзі бір жақындастық пен байланыс пайда бола бастайды. Осы байланыс болмаса, сендерге арақатынас құру қиынға түседі. Себебі сендерде түрлі қызығушылықтар, әртүрлі қалаулар, жалпы ортақ еш нәрседе болмай қалуы мүмкін. Ал егер сендердің ортақ нәрселерің болмаса, онда сендер неге біргесіңдер? Саған тілерім бірдей құндылықты адам тауып, ұзақ әрі бақытты арақатынаста болу. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі Инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsApp'та күтемін. Жаңа видеолардан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.